Қыз баланың жасауы ата-ананың перзент алдындағы міндеттерінің бірі. Кейбірі қыз бала өмірге келе сала жасауын жинай бастаса, енді бірі той болар қарсаңда жақын туыстармен бірігіп жинайды. Жасауға шашылып жататындар да жоқ емес. Алайда ол қаншалықты дұрыс? Тенгринюс тілшісі ертедегі және заманауи қыз жасауының ерекшеліктерін анықтады. Ертеде жасауға дайындықты қыздың кішкентай кезінен бастаған. Жасауда барар алдында тыңғылықты дайындық жасалады. Қыз жасауы әулеттің жағдайына қарай әртүрлі болған. Бұрындары жасауда қыздың көрпе жастығы, киімі, ыдыс-аяғынан бөлек тон, ішік, шапан, камзол салынатын болған. Жасаудың мөлшері екі жақтың келісімі арқылы әртүрлі болған және жігіт жағынан берілетін қалың малға пара-пар болған. Этнограф Бұлбұл Кәп қызының сөзінше, қыздың артынан жасау апарудың мақсаты ата-ананың баласы алдындағы парызын орындау болған. Ол енді әгі қызға жасау апарып бергеннен кейін біздің ата-аналарымыз айтады ғой, бір қарызымыздан құтылдық, қызымыздың кең толғап, бір кең демалып қалады. Қыздың артынан апаратын жасаулар ерте кезден бері, ертеде жалпы ауқатты адамдар кигіз үй отауын тігіп берген. Онымен қоса кигіз үйдің ішіндегі барлық қыз баланың тұтынатын заттарын берген. Киім кешегі, төсек орны, көрпе жастығы, кебеже сандығы, боқшасы, қазан жақтағы барлық тұтынатын заттары, кілем күлчесі, кигіз, осының барлығын анасы, жеңгесі, сол қыздың өзі барлығы қолынан жасаған. Ол кездегі заттардың құндылығы, анамның көзі, анамның қолының табы, анамның көзінің нұры деп сол қыз бала келген заттарына мақтанып отыратын. Ол өйткені қолмен жасалған сондай өлшеусіз бағалы зат. Сондықтан қаншама жыл 70-ке келсе де менің үйімнен келген, төркінімнен келген тұз киізім, менің төркінімнен келген кебежем, менің төркінімнен келген сырмақ еді, менің төркінімнен келген сол анамның жасаған кестесі еді деп кимешекке шейін берген ғой. Кимешектің өзін мынау менің анамның жасап берген еді деп барлығын сол қолынан жасалған дүние деп мақтанып отырған. Беріп жатқан заттардың ішінде суық қару адамның көңіліне кірбің түсіретін заттарды бермейді. Мысалы, пышақ, қайшы, балта деген сияқты ер адам қолданатын заттарды қыздың жасауына қоспайды. Одан бөлек қыздың жасауына қазан салмайды. Қазақ халқы қазанда ырыс пен береке бар деп сенген. Егер қыз бала үйдегі қазанды өзімен бірге алып кетсе, ырыс пен береке сол қазанмен бірге кетіп қалады деп сенген. Енді қазіргі заманда қыздың жасауын өте асыра сілтеушілік бар енді, бірақ жалғасып келе жатқан дәстүр қызға жасау беру керек, әрине ата-анасы, бірақ барлығын қазір магазиннен сатып береді. Енді ол магазиннен сатып берген дүние деген ол көпке шыдамайды ғой. Қолмен жасалғандай ол анасының көзінің нұры, қолының табы қалған дүниелер емес. Қазір көп адамның бәрінің қолжетімді сатып алатын дүниелерінен береді. Содан кейін асыра сілтеушілік өте көп. Енді бір адамға қаншама киім береді, ол енді адамның өмірі деген сол киімнің барлығын киюге жете ме? Сондықтан ол құнды гәне, сапалы гәне, бір гәне түрінен берген ғой. Киімнің өзін жалғыз тон берсе бір тон, аяқ киім берсе бір аяқ киім деген сияқты гәне зат беріп тұрған. Ал қазіргі кезде өте асыра сілтеушілік көп, өте көп ыдыс-аяқ береді, өте көп зат береді, өте көп киім береді. Бұл дұрыс емес қазіргі заманда. Жалпы ысырап болмау керек, ондай көп мақтаншақ болмау керек. Тек қана қарапайым қызына өзі күнделікті тұтынатын затты кәне беруі дұрыс деп ойлаймын. Этнографтың сөзінше, әр өңірдің жасау дайындаудағы ерекшелігі көп. Қазақстан аймағында, әсіресе оңтүстік және батыс аймақта қыз балаға затты өте көп береді. Ал енді мына шығыс, өзіміздің мына Өскемен, Семей жақта қызға жасау берудің өзі енді жоқтың қасы, бір кішкентай киімін гәне, бір көрпе жастығын гәне беріп, сонымен қоя салатын ата-аналар бар. Ал енді көп жерлерде үлкен бір үйдің ішінің жиһазын береді. Енді қаншама төсек орнын береді. Енді ол енді көбі өзінің жағдайына сай беретін шығар, бірақ оның бәрі кішкене енді көңілге қомпақ
келет. Бул ертедеги және бүгүнкү кыз жасоо тууралуу кыскача шолуу. Сиздин аймагыңызда бул дастур калай орундалып жүр? Төменге жаза кетиңиз. Арнамызга жазылып, алдагы күндөрү чыгатын кызык топтомолорду өткүзүп алмаңыз.